Так, facebook.com'ға кіреміз. facebook.com сізде аккаунтыңыз кірмей тұрған болса, ана жерден логин пароль сұрайды, кейін двухфакторна аутентификация қосып тұрғандықтан смс код келеді. Соның барлығын жасағаннан кейін осы страницаңызға кіреді, иә. Бірақ қараңыз, сізде қазір Арайлы Мыңбаева деп тұр. Ал сізге керек страница ол Сарыағаш санаторий. Міне мына жерді басып, сосын Сарыағаш санаторийға басасыз. Переподключение страницада болады. Мына жерде Сарыағаш санаторий ашылып тұрғаннан кейін ғана сіз жаңағы страницаға барасыз. Мынау Сарыағаш санаторийға бассаңыз, осының профилі шығады, анкетасы деп айтсақ болады. И управлять дегенді басып, міне мына жерден связаны аккаунты, и мына сізде Сарыағаш санаторий Арай деген инстаграм жалған тұр, и WhatsApp номеріңіз жалған тұр. Тексеріп көруіңізге болады, WhatsApp номеріңіз қандай, міне дұрыс, иә, значит все. Енді біз Ads менеджерге барамыз. Ads менеджерге бару үшін мына Facebook'тың бассаңыз, главный страницасына келеді ғой. Осы жерде мына ADS менеджер бар. ADS менеджерге кіреміз. Егер осы ADS менеджер кірмей, бір ошибкамен страница не открывается десе, сіз, значит, мынандай бір неде тұрған боласыз. Мына жерден 3 кнопканы басып, новое окно в режиме инкогнито десеңіз, мынандай браузер ашылады, қара. Осы жерден Facebook'қа кіресіз. Сонда осы инкогнито деп аталады, мынау браузер. Инкогнито браузер бізде осы Facebook'тың ADS-ті ашады. Енді мынау ADS-ті ашып болғаннан кейін сіз новый жіберу үшін создать дейсіз. Оның алдында жаңағы неңізді тексеріп алсаңыз болады. Карточкаңыз обязательно жалған тұру керек. Биллинг и платежи. Сізде уже жалған тұр. Міне. Настройки платежиға кірсеңіз, сізде кішкене долг бар екен, плюс налог деп тұр, көрдіңіз ба? Сізге рекламаға ақша алады, соның үшін еще 12% налог алады негізі. Так. Енді мына жерде міне сіздің карточкаңыз жалған тұр, басқа добавить способ оплаты десеңіз, мына жерден басқа карточканы қосуға болады. Мынаны удалить етіп тастауға болады. Осылай басқа карточканы да қоса аласыз. Жақсы, карточкаңыз қосып тұрғанына көзіңіз жеткеннен кейін компанияға барасыз. Осы жерден жаңадан аккаунт реклама создать ету үшін создатьға басасыз. Сізге қандай цель керек? Біз вовлеченностьпен жұмыс жасаймыз, иә? Вовлеченность и продолжить. Мына жерде мынаны таңдамаймыз. Бұны таңдасақ автоматически өзі настройкалардың барлығын Facebook жасап береді. Жоқ, біз вручной жасаймыз, міне. Продолжить. Так, енді мына жерден название компания өзіңіз өзгертіп қойсаңыз болады. Кейін мысалы сізде рекламаңыздың атауын өзіңізге ыңғайлы түсінікті болу үшін, мысалы Арай 0605 деп қоям, бүгінгі күнмен, бүгінгі күн жіберетін рекламаңыз. Мына жерлер қалады, мынаның барлығы қалады. Мынаны басып ашып көрсеңіз болады, бірақ бұл жерде ештеңені өзгертпейміз. Только бұл біріншісінен только атын жазамыз. Далее. Мына жерден тағы да атын өзгертіп қойсаңыз болады. Бұл атын өзгерту өзіңізге түсінікті болады. Ана рекламалардың арасында шатаспау үшін. Дальше. Конверсия для обмена сообщениями, дұрыс тұр. Переход к переписке, да, дұрыс тұр. Енді мына жерде бізге мессенджерге керек емес, инстаграмда керек емес, только WhatsAppта біз сообщение алмасамыз, иә? Сол үшін осы WhatsApp қалады. Міне WhatsApp номеріңіз тексересіз, дұрыс, значит все, ары қарай кетеміз. Мынаның барлығы қалады. Енді дневной бюджет $5 нормально болса кете бересіз. $10, $7 өзгертсеңіз де болады, өзіңіз білесіз. Дата начала қазіргімен тұра береді. Бұл жерге өзгертпейміз. Планирование бюджеті дегенде теспей-ақ қойыңыз. Параметр аудитории Қазақстан. Осы жерде бұлай жасауға болады. Қазақстан, оның ішінде мысалы сізге Сарыағаштан адамдардың көргені Қазақ емес,
Қазақстан тұр, бізге мынау выключить емес, исключить міне. Сарыағаш дегенді іздеп, сол Сарыағаш дегенді исключить етіп тастаймыз. Вот. Все, Сарыағаш исключено, керек емес бізге. Сосын тағы бір курорт Сарыағаш деген бар. Оны да исключить етіп тастаймыз. Чтобы адамдар босқа сіздің неңіз охватыңызға ақша кетпеу үшін. Так, курорт деген бар еді қазір. Сарыағаш деген міне. Исключить писаймыз бұлардың барлығын. Шило, Абай, сізге керек емес қой олардың барлығы. И так олар өздері бара ма бармай ма неге. Вот, өйстіп исключить етіп тастасаңыз болады. Болды міне. Қазақстан, весь Қазақстан қалады, но оның ішінде мына сарыағаштықтар исключение, оларға реклама шықпайды. Так, енді 20 жасты қойдық, минимальный возрастте. Ары қарай, міне 20 мен 65, егер 65-тен де төмен қылғыңыз келсе, мына жерден өзгертесіз. Ладно, тұра берсін. Пол барлығына кетеді. Бізде еркекке де әйелге де. Вот, место размещения. Место размещения мына жерде міндетті түрде осыны өзгерту керек. Редактировать дейміз. Мына жерде выбрать место размещения вручную деген таңдап, Facebook, Audience, Messenger дегенді алып тастап, только Instagram'ды қалдырамыз. Өйткені біздің рекламамыз только Instagram'да кету керек. Барлығында кетеді. Instagram, лента, профиль, интересный, главный экраннан шығады, Reels'тан шығады, міне, история и осылардан шығады. Енді далее дейміз. Далее дегеннен кейін мына жерде тоже мынаның атын өзгертіп қойсаңыз болады. Дұрыстыр, иә. Аккаунтыңыз дұрыстыр. Изображение или видео қоямыз, иә. Міне, мына жерден добавить медиафайл, добавить видео, или же там добавить жаңағы изображение дейміз, да. Сосын загрузить дейсіз. Мына жерден өзіңізге керекті неңізді таңдап аласыз. Қазір бір любой біреуін таңдай салайын, иә. Бір фотоны таңдайсыз, да. Мына жерде алдын загружать еткен болсаңыз, мына жерде тұрады. Или соны таңдайсыз. Либо новыдан загружать етіп, соны таңдайсыз. Бұлай бұрынғыдан қоя салайын. Мына жерде предварительный просмотр қарасаңыз болады. Барлығы нормально тұр, сиіп тұр, иә. Бәрі далее дейсіз. Все, далее, готово. Міне сіздің рекламный жаңа постеріңіз түсті. Все. Основной текстке жазсаңыз болады. Сарыағаш санаторий или қандай бір информация жазғыңыз келе ма, или же там до конца мая скидки деп жазғыңыз келе ма, осыны текстті осы жерге жазсаңыз болады. Жазбасаңыз да болады. Мына жерге тоже сондай бір текстте жазсаңыз болады. Призыв к действию, это WhatsApp-қа сізге сообщение жазу керек. Бұл жерде өзгертпейсіз, осылай таңдап тұру керек. Ары қарай, мына жерде мынау сообщение, автосообщение ғой, осыны редактировать етсеңіз болады. Сізге мысалы, здравствуйте, чем вам можем помочь деген орнына, мысалы, сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмекті көрсете аламын деген сияқты. Деген сияқты штаб жазасыз. Мына жерге мынау сіздің жазғаныңыз болса, сіздің сообщениеңіз болса, мына жерде наоборот сізге жазып отырған клиенттің сообщениесі. Оған да автосообщение қойып қоюға болады. Сәлеметсіз бе? Мен бронь жасайын деп едім. Жасағым келеді. Толық ақпарат беріңізші деген сияқты автосообщение жазып қойсаңыз болады. Вот. И все, сохранить дейсіз. Міне. Все, барлығы дайын тұр, міне. Суретіңіз жүктелді, WhatsApp-қа келеді, Instagram-ыңыз тұр. Енді опубликовать дегенді баса қалсаңыз, все. Уже публикацияға кетеді, 1-2 сағат модерация болады, кейін түседі.
сосын уже рекламаңыз жүре береді. Все. Осы опубликовать дегенді басып, сонымен аяқтайсыз. Кейін мына X-ін баса салсаңыз болады. Мынаны закрыть дейміз да. Сіздің нелеріңіз, жаңа біздің сақтағанымыз черновик болып тұр, көрдіңіз ба? Мен опубликовать деген жоқпын, сол үшін ол черновик болып қалды. Егер осыны публикация жасағыңыз келсе, изменить дегенге басып, опубликовать дегенді баса саласыз. Либо изменить ететін жерлерін изменить етіп, сосын опубликовать деген жерге басасыз. Или мынаны мысалы өшіріп тастауға да болады. Міне, удалить, все, өшіп кетті. Новыйдан кейін создать ете бересіз жаңағы. Мен көрсеткендей басынан